міне бас бармақтың орны көрініп тұр. Қабырғалары. Енді саусақты шығармас бұрын оған орнын шпкетсіз аламыз. Ол үшін басындағы екі петля бар еді ғой, соны бір спицаға жинап аламыз. Қосымша жіппен крючок арқылы ашық тұрған петлялардың бәрін саусақтың орнын сол жіпке тізіп байлап қоямыз уақытша. Бұл қосымша жіпті спицамен түгел бүйтіп жинап алмай-ақ